Аружан. Қуаныш, бұл не деген бақыт. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Уағалейкум Қайырлы салам. күн, құрметті сезім бағы ұжымы, Қалайсың? құрметті көрермендер. Қалайсыздар? Жақсы, қалайсың деп қояды. Аружан, сен танисың ба? Иә, Айдай ханым. Қайдан танисың? Біз таныспыз. Жоқ, таныспыз дегенде ондай бір қатты таныс Залдап емеспіз. жүрдік бәрінде. Жоқ, 7 маусым басында отырды білуім бойынша. Сосын бір-екі отырыстарда бірге отырып қалғанбыз, бірақ былай жеке танысып, ондай әңгіме болмапты. Жақсы. Бір-екі рет дастархандас болғанбыз. Сол кезде бір сұхбаттасып, бір-бірімізбен азын-аулақ болсын, мәліметтер алмасқанымыз бар. Жақсы. Сонымен шын есіміңіз кім болды? Шын есімім Расул. Расул. Қош келдіңіз тағы Қош да. көрдік. Енді сіз танып қояды деп жаңадай дауысты өзгерткеніміз бар, иә? Сол үшін. Егер сіз өз даусыңызбен сөйлесеңіз, Аружан танып қояр ма едің? Білмеймін. Не сызылып қалды? Бұлай өмірде жеке жақынырақ сөйлескен жоқсыңдар. Дұрыс қой. Жоқ, жеке болған жоқ. Қалай жалпы қуаныштысың ба келгеніне? Иә, қуаныштымын. Айдай ханым, Жақсы. кешіріңіз, менің ойымша сен түсінген шығарсың. Ренжімейсің, маған шынымен де жаңағына Расулдың дауысы болған жоқ. Жай ғана прикол ретінде айттым, дауысы күшті деп сенің эмоцияға шығарып, ондай қатты, ондай жоқ, шынымен де түсінген шығарсың. Бірақ та сол жігіттің дауысы шынымен де күшті. Ол жігіт қайда екенін дейсің ғой? Иә, қайда екен? Үміткерім жоқ, келісейін маған деп. Ерлан. Иә, Айдай ханым, енді кім Расул? Енді өзіңді дұрыстап таныстырып кетсең, қай жақтан боласың, қанша жастасың, неме айналысасың, қандай ниетпен келдің, үйленуге қашан дайынсың, соның бәрін айтсын. Иә, Екеуі өзі танитын көзіміз жетіп отыр ғой. Есім Расул, тағы да осы Алматы облысы Талғардың тумасымын. Сол жерде өскем. Қазір енді осы қаладамыз. Иә, отбасым Аллаға шүкір толыққанды отбасынан шыққанмын. Және де мен үйдің тұңғышымын. Сондықтан енді әр жігіттің, әр тұңғыш үйдің жаңағы жігітінің өзінің бір негізгі мақсаттары кішкене басқаларға қарағанда кішкене бір саты жоғары. Жауапкершілігі мол. Жауапкершілігі өте дұрыс айтасыз. Сол жауапкершілікті мойнымызға артып, негізі менің түсінігімде кез келген жігіт адам кішкентайынан бастап отбасы болуға, шаңырақ көтеруге, сол шаңырақтың жүгін иығына артып, бала шағасын, әйелін асырауға негізделіп, соған тәрбиеленіп өседі. Дайын болу керек дейсің. Ал оған негізі дайын болу деп емес, просто сол сенің адамыңды тапқан кезде ол автоматты түрде дайын болады деп ойлаймын ер адам. Сондықтан сол адамды іздеу мақсатында енді Аружан менің сол адам болады деген жақсы ниет Керемет, басында бәрекелді. келіп жатқан жағдайымыз. Расул, жасың нешеде сонымен? Жасым 22-де. 22-де. Сізден кейін қанша ағайынды бар? Менен кейін менің қарындасым бар, сосын інілерім бар. Олар кішкентай. Олар енді қазіргі балалар кішкентай деп айтуға келмейді ғой. Енді сана сезімі бар, жақсы. Үй іші эфир көреді ғой, Үй іші көреді. иә? Анаңыз, Анам, әкеңіз біледі. Әлбетте. Аружанға келем деп айттыңыз. Айтылды. Жақсы. Көз қарасы қалай екен Аружанға? Талқыланды. Бастапқыда мама, мен Аружанға келейім деген кезде анаңыз не деді? Мен енді келейін деп сұраған жоқпын. Мен осындай қызға, Аружан деген қызға бара жатырмын. Эфирді көріңіздер деп айтып кеттім. Иә деді, күшті, бара ғой. Ол кісі енді бұл жобаның тұрақты көрермені, менің анам. Сондықтан бұл қызды да енді осында отырған кейбір қатысушыларды да танып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл қыз жақсы таниды екен Аружанды. Жақсы. Аружан, сұрақ